Армағайын. Бүгін біз қазақ латын әліпбиіндегі К әріпімен таныстырамыз. Ағылшын алфавитінде бұл әріптің дыбысталуы К. Ал жаңа қазақ әліпби нұсқасы бойынша К дыбысын білдіреді. Керуен, көктем, кесе, кеден. К әріпінен басталатын тұлғалардың ішінде шоқтығы биігі Кенесары хан. Кенесары хан мемлекет және қоғам қайраткері, әскери қолбасшы, ұлт азаттық қозғалысының көсемі, қазақ хандығының соңғы ханы. Кенесары Қасымұлы 1802 жылы Көкше өңірінде дүниеге келген. Абылай ханның ұлы Қасым сұлтанның баласы. Ол әскери ақсүйектер отбасының дәстүріне сай жастайынан шабандоз, өте шымыр, қиындыққа төзімді болып тәрбиеленеді. Ес біліп, көзқарасы қалыптаса бастағаннан елдің әлеуметтік саяси мәселелеріне араласа бастайды. Кенесарының саяси көзқарасының қалыптасуы Ресей империясында бірінші Петр билігі кезеңінен басталған Ресей мен Қазақ хандығы арасындағы қатынастар сипатымен тығыз байланыста болды. Кенесары Абылай хан тұсындағы Қазақ хандығының аумақтық тұтастығын қалпына келтіруді, Ресей құрамына кірмеген аймақтардың тәуелсіздігін сақтауды көздеді. Ол отаршыл Ресейге қарсы соғысты бастамас бұрын қордаланған мәселелерді дипломатиялық жолмен шешуге тырысты. Сол жолда бірнеше қадамдар жасады. Дегенмен Ресей үкіметі Кенесарының бастамасын елеген жоқ. Міне осындай көзқарастан кейін барып, ол жауға қарсы қол астына сарбаз жинай бастады. 1841 жылы қыркүйекте Кенесары 300-дің өкілдері жиынында қазақ халқының ханы болып сайланды. Оның саясатының басты мақсаты қазақ хандығын қайта қалпына келтіру болды. Кенесары мемлекетті басқаруда шариғаттың негізгі ережелерін енгізді. Сонымен бірге билер сотының қалпына келтірді. Мемлекет пен оның әскерін нығайту жолдарын жетік білетін хан мұсылмандық құқық ережелерін бекітті. Салық саясаты да оны тиімді жолмен жинауға бағытталды. 1843 жылы Ресей үкіметі Кенесарға қарсы кең көлемді әскери жорық ұйымдастырды. Кенесары әскері қанша жерде мықты болғанмен шегінуге мәжбүр болды. Кейбір тарихи деректерде Кенесары Қырғыз жеріндегі Тоқмақ маңындағы екі жақтың күші тең емес шайқаста қаза болды делінген. Бір деректерде Кенесары ұсталып тұтқынға түседі. Содан оны өлтіру туралы шешім қабылданады. Оның басын ормон шауып алып, балауыз мөрмен жазылған хатпен бірге Батыс Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа сыйлаған деген мәлімет бар. Кенесарының бас сүйегі туралы тарихи фактілер уақыт өте келе бұрмаланып, әлі күнге дейін нақты ешқандай ақпарат жоқ. Осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстан мен Ресей үкімет арасында қазақтың ұлы тұлғалары Кенесары хан мен Кейкі батырға қатысты мәселе көтерілген болатын. Тарихшылар мен журналистерден құралған топ арнайы Санкт-Петербург қаласына да барды. Дегенмен кейбір архивтік құжаттар мен жәдігерлер аса құпия сақталғандықтан бұл мәселе шешілген жоқ. Кенесары Қасымұлы көптеген ақын жазушылардың шығармаларына арқау болды. Нысанбай ақынның Кенесары Наурызбай дастаны орыс тілінде жарияланды. Мұхтар Әуезов Хан кені пьесасын, ал Ілияс Есенберлин Қаһар романын жазды. Елордамызда Кенесары ханға ескерткіш қойылып, көшеге аты берілген. Құрметті көрермендер, біз бүгін есімі К әріпінен басталатын Кенесары хан туралы қысқаша ақпарат ұсындық. Келесі хабарымызда басқа да қазақ тұлғалар туралы айтамыз. Ендеше эфирде келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.